Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге осындай өте нәзік сметаник пирогын жасайтын боламыз. Мен осы рецепті мастер-класстан сатып алған болатынмын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Ең алдымен салмасын жасаймыз. Ол үшін таза тысымызға майонез саламыз. Кейін үстінен қаймақ саламыз. Менде қаймақ 25%, 20%-дан жоғары қолдансаңыздар болады. Кейін 2 жұмыртқа саламыз. Кейін осы ыдысымызға сливке құямыз. Менде сливке 33%, 33%-тан жоғары қолдануға болады. Дәл осы ыдысымызға 115 грамм қант қосамыз. Барлығын толықтай салып болғаннан кейін жақсылап біріккенше араластырамыз. Дайын болған салмамызды бөлек алып қоямыз. Келесі пирогтың қамырын жасайтын боламыз. Таза ыдысымызға ұнды сүзгіден өткізіп аламыз. Оның үстіне сары майды саламыз және де барлығын терка арқылы өткізіп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде морозильниктен шыққан болуы керек. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Дайын болған массамызға 100 грамм қант саламыз. Үстінен 1 шай қасық қосытқыш саламыз. Барлығы жақсылап біріккенше араластырамыз. Ең соңынан 1 жұмыртқаны қосамыз. Барлығы жақсылап бірігуі тиіс. Қамырымыз осы видеода көрсетілгендей өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болуы керек. Дайын болған қамырымызды формамызға жақсылап жайып шығамыз. Оның үстінен салмамызды құямыз.
Барлығын құйып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Пирогымыз піскен соң формадан шешкеннен кейін оны толықтай суытуымыз керек. Және де холодильникте кем дегенде 3 сағаттай ұстаған жөн. Бізбен бірге дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар.